Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай салаттар мастер-классынан бір корейский салаттың жаңаша бір түрімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Теркамыз майда түсті болу керек. Әсіресе морковчаның теркасымен жасасаңыздар, ұзын-ұзын шағылып, жіп-жіңішке болса әдемі әсем береді. Кейін бір сарымсақ тісімізді майдалап турап аламыз, немесе осылай сарымсақ өткізетінен өткізіп, қызып тұрған майымызды дәл сол сарымсақтың үстінен құйып, кейін ыстық күйінде шаншықпен араластырамыз. Татымына қарай паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін қиярымызда өз қалауларыңыз бойынша турап әсемдеп салсаңыздар болады. Кейін тәтті болгарымызды қосамыз. Әр түрлі түсінен қоссаңыздар болады. Менде көк және қызыл түсін қолдандым. Оларды да жіңішке қылып турасаңыздар әдемі болады. Ал енді піскен етімізді қосамыз. Менде суға қайнатылған сиыр еті. Етімізді де майдалап турап шығамыз. Аз мөлшердегі лимонымыздың суын салатымызға қосамыз. Кейін ақ немесе қызыл түсті консервадағы фасолімізді салып, жақсылап араластырып, әсемде петрушка қойып, қонағымызға ұсынсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.